Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін мен осындай өте дәмді болып шығатын шоколадты пирогтың жасалу жолын көрсетемін. Ең алдымен ұнды елгезектен өткізіп, оның үстіне какао мен шекер, тұз, сода қосып, жақсылап араластырамыз. Содан кейін жұмыртқа, май және де айранды қосып, жақсылап араластырамыз. Алдын ала 180 градуста қыздырылған пеште шамамен 25-30 минут пісіреміз. Пирог дайын болғанша шоколадты глазур дайындаймыз. Ол үшін бізге шекер мен какао қажет және қайнаған су керек. Су ыстық болу қажет. Барлығын осылай жақсылап араластырып, қайнатамыз. Және пирогты безендіру үшін мен жаңғақты алдым. Ол үшін жаңғақты бірінші осылай майдалап аламыз. Міне пирог пісті. Енді осы пирогтың үстіне жаңағы шоколадты глазурды құйып, өз қалауларыңыз бойынша безендіресіздер. Пирог өте дәмді болып шығады, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Жаңа рецепттерді жіберіп алмау үшін менің арнама тіркеліп, видео ұнаса лайк басуды ұмытпаңыздар.